Ассалаумағалейкум арма ағайын, ғылым және ауыл арнасына қош келдіңіздер. Ауыл шаруашылығының болашағы ғылыми жаңа технологиялар екенін білеміз. Ал ауыл шаруашылығының тарихы жайлы не білеміз? Олай болса, біз бұл видеода ауыл шаруашылығының тарихы жайлы айтатын боламыз. Осыдан 2 миллион жыл бұрынғы адамның алғашқы кәсібі терімшілік еді. Алғашқы адамдар бұталар мен ағаштардағы түрлі жемістерді теріп жеп, соны қорек етті. Олардың басты жауы қатал суық климат пен құрғақшылық еді. Сол себепті өзіне қолайлы, сулы, нулы, жемісті өлкелерді мекен етті. Әрине, алғашқы кәсібі терімшілік болған адам баласы қазіргідей деңгейге бірден жеткен жоқ. Адамға жеміс-жидектен гөрі құнарлы да нәрлі тағам керек болды. Осы мақсатта адамдар аң аулауды бастады. Кейіннен адамдар жануарларды қолға үйретіп, оның соңы ауыл шаруашылығына ұласты. Енді біз әрбір үй жануарын жеке қарастырайық. Әр таңды бәрімізден бұрын атыратын, ауылда ең көп көретін тауықтан бастауды жөн көрдік. Тауықты негізінен еті және жұмыртқасы үшін өсіреді. Тауық әлемде өте көп таралған құс, оның тұқымдары да өте көп. Ғалымдардың зерттеуінше, тауық ең әуелі Үндістан мен Қытайда тараған екен. Кейіннен тауық бүкіл әлемге таралған екен. Бүгінде ғаламшарымызда 19 миллиардтан астам тауық бар екен. Енді біз зеңгі баба тұқымы сиырлар жайлы айтайық. Ежелгі адамдар сиырды терісі, еті және сүті үшін ұстаған. Қазіргі күнде де ірі қара мал шаруашылығы ауыл шаруашылығының үлкен бір бөлігі. Әуелде Еуропада мекен еткен сиырлар қазірде жер шарына жайылған. Қазіргі таңда Еуропа мен Азияда 300 миллион, ал кәрі құрлықта 232 миллион сиыр бар екен. Ал сіз елімізге талпақ танау ең алғаш Қостанай өңіріне алып келгенін білесіз бе? Қазаққа жат болған бұл жануар әуелде Еуропадан бастау алып, кейіннен әлемнің барлық елдеріне таралған екен. Ал енді қазаққа етене таныс Шопан ата тұқымы қой туралы сөз қозғасақ. Қойдың шығу тегі арқар. Әуелде қой Каспий мен Қызыл теңіз аралығында мекен еткен, кейіннен бүкіл әлемге таралған. Мал өсірсең қой өсір, өнімі оның көлік өсір деп қазақ атамыз бекер айтпаса керек. Ал енді біз ешкінің тарихына үңілсек. Бүгінде сүтті, етті және жүнді бағытта өсірілетін барлық ешкілердің арғы тегі тау ешкі. Иран мен Ауғанстан тауларынан тараған ешкі тұқымы бүгінде әлемге тарады. Қазірде оны еуропалық фермерлер өте көп өсіреді. Іші толған лақ болады, бұты бұлақ болады, жегені шөкімдей ғана құрақ болады. Ешкі жисаң есің кіреді деген екен қазақ атамыз. Енді біз қазақ халқының символы болған жылқы тарихы жайлы айтар болсақ. Ең әуелгі жылқы Украин, Ресей, Қазақ далаларынан тараған. Нақты айту өте қиын, себебі жылқы сүйектері, әбзелдермен осы аймақтарда көп табылған. Түйе. Түйе ең әуелі Сауд Арабиясынан тараған және тағы бір ошағы Түркменстан мен Маңғыстау даласы. Осымен біздің бүгінгі видеомыз өз мәресіне жетті. Арнамызға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырыңыз.
келесі жүздескенше аман сау болыңыздар.